Күн мен түннің теңелуі, жыл басы, жаңару мен жаңғыру, кешіру мен береке мерекесі, Наурыз мерекесін өткен аптада бүкіл қазақстандықтар тойлап өтті. Наурызда тек табиғат қана жаңғырып, түлеп қана қоймайды. Адамда ауыр ой, реніш мұңның шапан иығынан бір сілкіп тастап, желпініп, жасанып шыға келеді. Осындай саңқырлы жаңалық жақсылықтары үшінде шығар Наурыз мерекесін жұртымыз ерекше жақсы көреді, ерекше пейілмен мейрамдайды. Көкшетау жұртшылығы ұлыстың ұлы күнін құшақ жая қарсы алу үшін таңертеңнен бастап Абылайхан алаңына жиналды. Бәрінің де көңіл күйі көтеріңкі. Наурыз жаңа өмірдің бастауы. Бұл мейрам ертеден шығыс халықтарында кең ауқымда атап өтіліп келеді. Төл жаңа жылдың келуі әр халыққа үлкен бақыт, мол табыс әкеледі деген сенім бар. Жаса, сақ болғай, сәбиім, еліңнің елеулісі, халқыңның қалаулысы бол. Абылайхан алаңында ұйымдастырылған мерекелік қойылым көпшіліктің ерекше ықыласын оятты. Оның негізгі идеясы ұлық мерекенің мәні мен мағынасын көпшілікке терең ұғындыру. Ақмола облысының әкімі Қайрат Қожамжаров өңір тұрғындарын осынау айтулы мерекемен құттықтап, жүрек жарды ақ тілегін білдірді. Құрметті ақмолалықтар, қадірлі көкшетаулықтар және біздің қаланың қонақтары. Бүгінгі Наурыз мейрамы, ұлыстың ұлы күні бәріміз үшін құтты болсын. Тарихы терең, әз Наурыз қай кезде де еңсесі биік елдің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келген. Наурыздан Наурызға дейін қол жеткізген табыстар да аз емес. Жылдан жылға мемлекетіміз өркендеп, ел экономикасы дамып, халықтың әл-ауқаты жақсарып, келе жатқан бәріміз куәміз. Құттықтау сөзінен кейін өңір басшысы орталық алаңға құрылған киіз үйлерге кіріп, ұлттық салт дәстүр мен әдет құрып көрініс тапқан қойылымды тамашалады. Есік сәбиді жердің суығынан, ыстық аптаптан, жердің сызынан сақтайтын қасиетті ұясы. Ең бірінші бесікті сәбиді жатқызбас бұрын, бесікті ең бірінші адыраспанмен, я болмаса отпенен аластайды. Бисмиллахиррахманиррахим. Алас бәледен қағас, тілдің тілінен сақтасын, көздің көзінен сақтасын. Жыл өткен сайын мерекелік жиынға халық көптеп қатысып келеді. Көкшеліктер әз Наурызды барынша сән салтанатымен қарсы алуда. Абылайхан алаңындағы мерекелік көрініс қаймағы бұзылмаған қазақ ауылын көзге еріксіз елестетеді. Облыс орталығының бірқатар мекемелері киіз үйлер құрып, меймандарды мерекелік дастарханға шақырды. Әз Наурыз Қазақстанда тұратын барлық ұлт пен ұлыстың басын қосады. Мерекені қарсы алуға келген жалпыға осы күні концерттік бағдарлама ұсынылды. Табиғаттың оянатын, жер ананың көк түске боялатын шағы, күн мен түннің теңелетін, адамзаттың молшылыққа кенелетін, айналаның қуанышқа бөленетін шағы, ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мейрамы. Бұл күні бір-біріне деген өкпе назы бар ағайындар ауыз бірлікке келеді. Наурыз тойы құтты болсын, көкшетаулық мол болсын, аз көп болсын, жаз көп болсын, ақ көп болсын, жастарға жұмыс болсын. Настроение супер. Я всем желаю счастья, здоровья, всего самого хорошего, благ. Орталық алаңда сонымен қатар білекті де жүректі жігіттер арасында спорттық сайыстарда ұйымдастырылды. Ал осыдан күн бұрын дәл осы жерде ауыл шаруашылық өнімдердің жәрмеңкесі болып өткен еді. Көкшеліктер осылайша табиғи таза әрі сапалы тауар түрлерін арзан бағаға сатып алуға мүмкіндік алды. Шығыс халқының жаңа жылы күн мен түннің теңелетін мезгілі, табиғат ананың оянатын, жердің босансып, айналаның көктейтін шағы, төрт түліктің төлдеп өріске шығатын кезі,
қазақ ұлты үшін мейрамдардың мейрамы, ұлы күннің ұлысы. Осыған да байланысты біздер ұлыстың ұлы күнін асқан жауапкершілікпен, үлкен ұйымдастырушылықпен атап өтуіміз керек. Әз наурызды өзге мерекелердің тасасында қалдырмауымыз қажет. Осындай ұлттық ұстаным Ақмола облысында нық жүзеге асып келеді деуге негіз бар. Достық Талғатұлы, Марат Тоқмағамбет, Айбек Данияров, Апта.